Сәлеметсіздер ме, оқырмандар? Менің есімім Гүлдана Жаналықызы. Бүгінгі айтатын тақырыбым оксалин майы. Оксалин майы туралы айтпақшымын. Көп, яғни сезон басталды, қазір күз болды, қыс болады деген сияқты түрлі вирустық инфекциялар жүреді. Сол кезде оксалин майын жағып, мысалға поликлиникаға барса да көп аналар оксалин майын жағып келеді. Соған айтарым, оксалиновый майды алып, ақшаны құртып жүрудің ешқандай қажеттілігі жоқ. Себебі бізде мұрын қуысымызда түктер орналасқан. Бұл түктің қызметі қандай? Бұл көп жағдайда вирустың барлығы осы ауыз мұрын қуыстары арқылы кіреді. Ол бірден жаңағы өкпеге болмаса бронхқа түсіп кетпейді. Яғни вирустың, бактерияның барлығы осы мұрыннан басталады. Ал егерде бұл түктің өзінің қызметі қандай? Түк, яғни организмге түскен вирусты, бактерияларды сыртқа шығару қызметін атқарады. Біз оксалиновый майды жағып қоямыз, ал бұл майз түктердің барлығының майланып, іші тықырланып қалады. Яғни біз тіптен вирустың, бактерияның кіруіне жағдай жасап қоямыз. Сол үшін оксалиновый мазь алып, сатып алып, оған балаға жағып, вирус жұқпайды деу өте қате пікір. Сол үшін оксалиновый мазь жағып, ақша шығарудың ешқандай қажеті жоқ. Оның орнына сіздерге мынандай бір құтыларға, яғни спрей сияқты құтыларға физиологиялық растворды сеуіп, ішіне құйып, соны сепкендеріңіз өте пайдалы. Егер де менің ақпаратым сіздерге ұнап жатса, лайк басыңыздар, подписация етіңіздер, әлі де талай құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Сау, саламатта болайық, ауырмайық.